Мен Нұрзат, яғни Казак 2002. Мен бүгін сіздерге Free Fire'ды қалай бастау керектігін, Free Fire'дың баптауларын қалай туралап жасау керектігін көрсететін боламын. Free Fire'ге бастапқыда кірген кездегі көрініс осылай болып тұрады. Free Fire'ды ойнау үшін міндетті түрде аккаунт енгізу керек. Яғни сізге аккаунттардың түрлері берілген. Бұл жерде ВКонтакте, Facebook және Google аккаунт. Маған ыңғайлысы бұл жерде Facebook. Мен Facebook'ты басамын. Қазір Facebook'пен кіреміз. Міне, Facebook енгізілді. Енді войти. Бұл жерде сіздің родыңызды сұрайды, яғни ер адам болсаңыз ер адамды таңдайсыз, әйел адам болсаңыз әйел адамды таңдайсыз. Мен ер адам таңдаймын. Және никнейм. Мінекей достар, мен есімімді жаздым. Молодец, красавчик. Біраз есімдер бос емес екен. Міне мен Қазақ 2002 деп жазып, шетіне тырнақшалар қойдым. Міне бастапқыда сізге барлығын ұсынады, ящик поддержки. Күн сайын сол беріліп отырады. Енді бұл жерде айта кететін жайт, сіздерге керектігі баптауларды сіздерде звукқа кіргізетін музыка, звук барлығы 50% тұрады. Мен музыканы өшіріп тастадым, өзіме ыңғайсыз болған. Голосты 100-ге қойдым, өйткені маған өзімнің достарымның дауысы естіліп тұру керек. Звук кемінде 30 болу керек. Чувствительность. Звукты азайту керек. Чувствительность. Бұл жерде коллиматор, 2х прицел, 4х прицел, 8х прицел, осыларды жөндеуге де болады. Ал управлениеде мен бұл жерде өзімнің настройкамды істеп қойғанмын. Өздеріңіз осыған қарап настройт етсеңдер болады. Визуальные эффекты, ең соңғысын қараңыздар. Классический и темный деп. Классический де болса, сіз адам өлтірген кезіңізде қызыл қанды шығады, ал темный болса қара қанмен шығады. Маған қарасы ұнайды, яғни қараға қойдым. Бұл жерде автоподнятие бар. Автоподнятие включить или отключить. Отключить етіп қойсаңыз, автоматтардың қасына барған кезде ол алынбайды, отключить. Ал включить етсеңіз, сізде ештеңе болмаса, қарулар өзінен өзі көтеріле беретін болады, алынады. Общие настройки. Жарықты очень яркыға қойғанмын, өйткені күндіз ойнаған кезде толық көріну үшін. Язык русский, мини-карта вращающаяся, аккаунт Facebook жаңағыдай. Бұл жерде сіз персонаж деген қоссаңыз, сізге теріңіздің түсін өзгертуге болады. Мен терімді сәл ағарттым. Набор складқа кірсеңіз, сізде ұтып алған киімдеріңіз тұрады. Мысалы, бұл жерде қазір жаңадан бастаған соң, сіздерде жаңадан бастаған соң, бұл жерде киімдер жоқ, өкінішке орай. Айтарым осы, әрі қарай менің досым бөлем Айдос, яғни Қазақ 2002 карталарды таныстырамыз. Сәлем достар, сіздермен мен Айдос, яғни Қазақ 2002. Менің қазір айтатын тақырыбым ол карталар жайлы. Ең алғаш рет карта болып, бірінші карта болып классический болды. Ол жерде жай ғана, егер сіз жаңадан бастаған болсаңыз, ол жерде модтарды ойнайтын боласыз. 5-ші уровеньге дейін. Одан кейін
кәдімгі адамдармен ойнайсыз. Бірақ ең қызығы ол играның рейтинг. Ол жерде рейтинг көтеріледі және әр рейтинг көтерілген сайын олардың беретін сыйақылары бар. 2000 теңге, 2 деген секілді. Қазір жаңа сезон басталды, сол себептен өз рейтингтарыңызды көтеріңіздер. Еншілерге көптеген заттар алу үшін. Мысалы, мына менің достарым алмазға дейін жетіп үлгерген, ал енді мен бастадым осы сезонда. Келесі карта классическое чистилище. Ол жерде де чистилищеде карта өзгеше, бірақ ол Бермудаға қарағанда өте үлкен болады. Бірақ ол жерге адам жинау өте қиын, көп уақыт қалады екен. Келесі часпик. Ол часпик өте қызықты. Бар жоғы 20 адам болады және карта өте кішкентай түрде беріледі. Ол жерде көптеген қымбат не болмаса өте урон көп алатын оружиялар бірден табады. Және топ-1 алу өте қиын. Келесі вторжение зомби. Вторжение зомби ол жерде тек қана зомбилар емес, адамдар да болады, бірақ сіз оружияны жерден емес, зомбиді өлтіру арқылы табасыз, аласыз. Келесі восстание мертвых. Ол жер сложно, нормально болып бөлінеді, оңай және одан алатын ешқандай пайда жоқ, бірақ көңіл көтеруші ойнауға болады. Келесі игра на рейтинг. Ол ең дұрысы соло болып ойнаған қажет және дұрыс. Себебі ол жерде рейтингті көтеру оңай. Егер отряд дуо болып ойнасаңыздар рейтинг көтеру қиын. Себебі сізді аңдып келіп басқа біреулер атып кетуі мүмкін. Ал солода өте оңай. Тыңдағандарыңа көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.